айлардың сұлтаны болған Рамазан айының артықшылықтары жайлы Дастан ұстазымызбен сұхбатымызды бастаймыз. Абдуллай Масудтың бір сөзі бар ғой. Алла Тағала бізге бір нәрсені бұйырса, онда үлкен пайда бар. Бір нәрседен тыйса, онда үлкен зиян бар дүниеде де, ақыретте де. Біз осы қағиданы негізге аламыз да, ол оразаның ар жағында пайдалары көп. Жұртпен бірге әйтеуір бәрі ішпей жемей жүргесін, мен де ішпей жемей жүрдім. Бәрі тарауыққа барып жүргесін, мен де барып жүрдім деген әңгіме емес. Шынымен сен түзелгің келіп, тәрбиеленгің келіп, сөйтіп істедің ба деген мағына ғой. Ораза айында, Рамазан айында жасаған амалдарымызды келесі қалған 11 айда қалай мысалы амалымызды сақтап қаламыз. Бірақ имам Ғазали айтады осы жерде, осы мысалды келтіреді де, мына жаңағы адам жомарт болып кетті ма дейді. Жаңағы ісімен жомарт болып кетті ма ол дейді. Жоқ дейді. Ол бір рет жомарттық істеді дейді. Ассалаумағалейкум, құрметті таным арнасының тұрақты көрермендері. Бүгін Рамазан айының абзалдығы жайлы, жалпы осы Рамазан айлардың сұлтаны болған Рамазан айының артықшылықтары жайлы Дастан ұстазымызбен сұхбатымызды бастаймыз. Ұстаз, енді алғашқы сұрағым, жалпы осы Рамазан айында ораза ұстау. Жалпы ораза деген, енді барлығымыз білеміз ғой, аш жүру, өзіміз ұстап жүру. Жалпы осы тұрғыда өзіңіздің бір ораза деген дүниеге бір анықтама беріп кетсеңіз. Бисмилля, алхамдулилля, уассалату вассаламу аля расулилля. Бұл жалпы ғибадаттың бірі ғой енді. Парыз етілген ғибадаттардың бірі. Алла Тағала кейбір ғибадат негізі тауқифи деп айтады ғалымдар. Тауқифи деген сөз қалай бұйырылды, біз солай орындаймыз. Және оның кейбіреуінің мағынасын түсінбесек те орындай береміз. Міндеттіміз. Мысалға, оразада Алла Тағала бізді қарнымызды ашып, шөлдеп жүріп құлшылық етуімізді бұйырды ма? Біз солай құлшылық етеміз. Зекетке келген кезде мысалға өзіміздің тапқан таянған мал дүниеміздің бір бөлігін кедейге беру арқылы құлшылық қылуды бұйырды ма? Біз солай жасаймыз. Қажылыққа барған кезде мысалға жаңағы дүниедегі киімдерімізді тастап, сол жерде ақ матаға оранып, ана қара тасты айналуды бұйырды ма? Біз солай құлшылық жасаймыз. Қарасаңыз, Алла Тағаланың бұл жердегі бізден талап еткенін орындауда біздің тәсілім дейді ғой, жаңағы құлдың толықтай мойынсұнуы көрінеді. Бұл оразада да сондай. Енді Абдуллай Масудтың бір сөзі бар ғой. Алла Тағала бізге бір нәрсені бұйырса, онда үлкен пайда бар. Бір нәрседен тыйса, онда үлкен зиян бар дүниеде де, ақыретте де. Біз осы қағиданы негізге аламыз да, ол оразаның ар жағында пайдалары көп. Ең үлкен рухани пайдасы беретін адамды Раббысымен үнемі байланыста ұстайды. Мысалға, кейде намаз оқитын адамның өзі екі намаздың арасында оны өзің намаз оқитын ұмытып кетуі мүмкін. Ашуланып қояды, біреуді боқтап қояды, бірдеңе істеп қояды. Келесі намаздың уақыты кірген кезде немесе шығайын деп жатқан кезде есіне түседі да, өзінің намаз оқитынын қайтадан дәретін алып намаз оқиды да, мысалға да. Ал оразада адам күні бойы аузын берік, ауыз тиіп жүргеннен кейін, мысалы су ішкісі келеді, ораза екенін есіне түседі. Тамақ ішкісі келеді, ораза екенін есіне түседі. Біреуге ашуланып жатқан кезде ораза екенін есіне түседі. Қарасаңыз, әрдайым өзінің Раббысымен байланыста екенін сезініп жүреді да. Оразаның бір үлкен рухани пайдасы осы да. Одан кейін ол жерде жаңа денсаулыққа пайдалары бар, жаңа ас қорыту жүйесін тазарту деген сияқты қаншама нәрселер бар ғой. Оның барлығы ғибадаттың бізге дүниедегі пайдасы да. Бірақ Алла Тағаланың оразаны мен үшін деп айтқанындағы, оны сонша биіктетіп ардақтағандағы бір несі, бір мағынасы, ол жаңа адамның әрдайым Алламен байланысын сезіндіретін ғой. Рамазан енді шоқтығы биік ай деп жатамыз, Құран түскен ай. Ғалымдарымыздың да бір керемет сөзі бар да, Рамазан айы біткеннен кейін барып басталады дейді. Енді осы сөздің жалпы мағынасы, мәні қандай? Рамазан өткені жаңа айтады ғой, тәрбие мектебі деп. Сен Рамазанға айдың басында кіресің, айдың соңында сондай бір тәрбиеленіп шығасың да. Одан жаңағыдай жақсы мінездер үйренесің, жаман мінездеріңді, жаман әдеттеріңді тастайсың. Қарасаң, үлкен бір адамға рухани жағынан да кәдімгі, айтамыз ғой, дисциплина дейміз ғой, жаңағы неше түрлі әдеттерді қалыптастыру, жаңағы уақытымен тұрып жүру, үнемді пайдалану уақытты, осының барлығы оразаның беретін тәрбиесі ғой. Енді осы жерде ораза негізінде адамға үлкен екі нәрсені үйрететін сияқты меніңше. Біріншісі ол шүкір, екіншісі сабыр. Тіпті Мулла Али Қари деген ғалым бар, Ханафи мазхабының ғалымдарының бірі. Діннің жартысы шүкірден тұрса, жартысы сабырдан тұрады дейді. Қарасаңыз, шүкір мен сабырды үйренген адам, ол дінін толық алып жүрген адам да. Енді осы жерде әрі қарай түсіндіріп айтады, шүкір деген не?
шүкір деген ол мына адамның құлшылық ғибадаттарын жасауы, енді аллаға алғысы ғой айтып жатқан. Ал сабыр деген тыйым салынған істерден тыйылуы. Сабыр ету ғой жалпы. Иә, ана күнәға келген кезде сабыр ету ғой. Сонда қарасаңыз, енді оразада аш шөлдеп жүрген адам күнде немесе жылдың көп айларында осылай жүрген адамның жағдайын көреді да, түсінеді де, аллаға шүкір етеді ғой. Мен қайта не ішем, не жеймін деп жатқан жоқ. Барлығы алдында бар. Осындай бір жағдайда жүргеніме аллаға шүкір деп. Иә, немесе жаңағыдай бір асқазаны қарны ашқан кезде бір адам бір ауырып, әлсіреп сөйтуі мүмкін ғой. Сол кезде былайынша уақыттарда ауырып жүрген, былайынша уақыттарда денсаулығына байланысты сондай бір әлсіздікті сезініп жүрген адамның жағдайын көреді да, денсаулығына шүкір етеді. Қарасаңыз, әрбір нығметті сезінеді де шүкір ете береді ғой. Ал сабыры ол жаңа күнәні суды ішкісі келген кезде қанша ішкісі келіп тұрса сабыр еткен сияқты, ана күнәға сабыр етуді үйренеді да. Мына ғалымдарымыз айтады, біздің адам күнәні неге істейді? Күнәнің күнә екенін білмейтін болғасын істемейді. Мұсылман баласының бәрі біледі, мысалы арақтың харам екенін, жаңа бүкіл бәріміз жабылып айтып жатырмыз, муфтият айтып жатыр, мешіттердің бәрінде айтып, тіпті арнайы жұма уағыздың тақырыбын қойып жатыр, лудомания, мысалы анау ставка дейміз ғой, неше түрлі құмар ойындар, бәрі болмайды, харам. Ол тек муфтият қана емес, үкімет айналысып жатыр да бұнымен. Қаржы бөліп, қаншама ток-шоулар ашып, соған президенттің өзі айтып жатыр. Бірақ адам оны білмейді емес қой, біледі, тек өзінің нәпсісін ана жерде ұстай алмай қалады да. Енді қарасаңыз, Рамазанның үйрететіні сол екен ғой. Сен қалай ана судың алдында өзіңді ұстадың, нәпсіңді, дәл солай күнәні көріп тұрсың, алдына қарама қарсы келіп тұрсың, бірақ ұстамай өзіңді кетесің да. Өйткені қарасаңыз, әдейі қазір мен суды ішіп берсем ораза болып тұрып, ар жағында не бар? 60 күн кафарат бар ғой. Рамазаннан кейін сол бір күннің үшін 60 күн ораза ұстайсың да. Енді ана күнәні де солай салыстырып беріп жатыр да Алла тағала бізге. Мына күнәні нәпсіңді ұстай алмай қалып істеп жүрші, ертең қияметте соның жазасы бар да. Тіпті ол дүниеде келуі мүмкін да, ол жазасы. Бір таяқ болып бір жерде тиеді да адам маңдайына. Қарасаңыз, осы шүкір мен сабырды үйрететін ол мектеп та. Енді адам жаңағы Рамазаны оразадан кейін басталады дегені, сен осы алған тәрбиенің бәрін алып шыққаннан кейін әрі қарай не істедің келесі оразадан кейін? Шәуәл бар, одан кейін басқа жыл 12 ай бар ғой. Сол кездерде сенің әрекетің қалай болды? Сол сенің ана оразаңның шынайылығын көрсетеді деген сөз ғой. Жұртпен бірге әйтеуір бәрі ішпей жемей жүргесін, мен де ішпей жемей жүрдім, бәрі тарауыққа барып жүргесін, мен де барып жүрдім деген әңгіме емес, шынымен сен түзелгің келіп, тәрбиеленгің келіп, сөйтіп істедің ба деген мағына ғой. Анау бір біз балаларды мысалға үйімізде өсіреміз, тәрбиелейміз, жаңағы біздің тәрбиемізде өседі, біздің көзімізше бізден алған тәрбиесін жасайды да, неге оқуға түсіп, мысалы Алматы, Астанаға кеткеннен кейін өз бетінше ары қарай мысалға бүкіл жаңағы алған тәрбиенің бәрін ұмытып кетіп қалса, ол бір қайырымсыз бала болып есептеледі ғой мысалға. Сен қанша жыл не айтып отырсың оған, не көрсетіп отырсың, бәрі далаға кетті ма деген сияқты. Сол сияқты ғой бұл жерде де. Алланың тәрбиесінде бір ай жүріп, кейін Рамазан біткеннен кейін қайтадан баяғы әдетіне салатын болса, бұл қайырымсыз құл болады да ол кезде. Тағы да бір сұрақ туындайды да. Осы Рамазан айында осы мектептен өтеміз, жаңағы барлығымыз ораза ұстап, осы мектептен өтеміз, бірақ жақсы амалдар жасап жүреміз, құлшылығымызды жасаймыз, мейірімділік көрсетеміз, енді сабыр сақтап бәрінен тыйыламыз деген сияқты. Енді бірақ бағана айтып жатсыз ғой, бағана ауырып қалса да әдет қалмайды, осы әдетімізге қайтадан басып кетуіміз мүмкін. Енді осы ораза айында, Рамазан айында жасаған амалдарымызды келесі қалған 11 айда қалай мысалы амалымызды сақтап қаламыз? Қандай дүниелермен? Бұл жерде Құрандағы мына бір аят еске түседі. Құранда Алла тағала бір әйел кісіні мысалға келтіреді. Сендер сол әйел сияқты болмаңдар дейді. Негізі бұл әйел тарихта тәпсір аяттың түсу себебін жайында оқысаңыз, бір сол кездегі әйел кісіні келтірген дейді, сол жаңағы Меккедегі ме Мединадағы ма. Ана кісі шамалы есі дұрыс емес кісі ғой. Сөйтіп жаңағы жүнді иіріп отырады екен да, сосын қайтадан түтіп бытышын шығарып тастайды екен да. Кешке дейін жасаған еңбегін кешке таман алады да қайтадан құртып тастайды. Енді есі дұрыс емес адам, басқа одан не талап етесің? Енді соны мысалға келтірді да, сендер сол әйел сияқты болмаңдар, сөйтіп жаңағы амалды жасап келіп, оны қайтадан құртып тастап, оны өйтіп бүлдірмеңдер дейді да. Бұл жерде жаңағы басқа бір аятта оны ашығырақ түсіндіріп, «Уәлә тубтилу амалакум» дейді, амалдарын жойып алмаңдар дейді. Қарасаңыз, біз жақсылықты жасаймыз, сауапты істейміз, оны артынан егер соны алып жүрмесек, ол
жойылып кетуі де мүмкін да сауабы. Сол сияқты мысалға Рамазанда алған тәрбие бағанағы. Адам сабырлықты бір ай үйреніп, мынау сабырлық деген немесе жомарттық деген жалпы мінездер ол адамға бірден дарымайды. Біз ойлаймыз ғой, мысалға адам қазір біз уағыз тыңдаса, бір уағызда күшті бір садақа беру туралы бір сағат уағыз айтты да, мысалы адам жомарт болу керек, мұсылман адам кең болу керек деген сияқты. Барды да сөйтіп артық тұрған ақшасын туған туысқандарына таратып берді, бір кәдімгідей көңілі жай тауып рахаттанып қалды. Бірақ имам Ғазали айтады да осы жерде, осы мысалды келтіреді де, мына жаңағы адам жомарт болып кетті ма дейді, жаңағы ісімен жомарт болып кетті ма ол дейді. Жоқ дейді, ол бір рет жомарттық істеді дейді, бірақ ол жомарт болып кеткен жоқ дейді. Ертең уағыздың күші тарқайды, болды, ол қайттан баяғы сараңдығына басады дейді. Ол қашан солай әрдайым қолына тисе бітті жаңағы мұқтажға, өзінің ағайын туысқанына қол ұшын бергісі келіп, көмектескісі келіп тұрады, және оны ойланбай, оны әбден ішкі арпалыстан өтпей, қиналмай бірден істейді, сол кезде ол жомарт болады дейді. Өйткені бұл көркем мінез болатын болса, көркем мінезге баулу деген үлкен процесс бар ортада дейді, адамды өзін өзі. Сол үшін де мысалға Рамазанда адам бір ай сабырлықты үйренген шығар, бір ай сабырлы болып жүрген шығар, бірақ одан кейін келесі Рамазанға дейін ол сол нені состояниені ұстамаса, онда ол сабырлы болып кеткен жоқ. Ол әшейін бір ай жаңағы эмоцияның үстінде жүрді, Рамазан, ораза деген эмоцияның үстінде жүрді, және айналадағы жаңағы әсермен жүрді. Енді әрине сен ауыз ашасың, ауыз бекітесің, екі орта тарауыққа барасың, мешітте жүресің, айналаның бәрі ораза, бір күшті ғой, бәрі де сабырлы болғысы келіп жүр, бәрі де мінезін жөндегісі келіп жүр Рамазанда, әйтеуір боқтап қоймайын, жаман айтып қоймайын деп бәрі сөйтіп тырысып жүр, бір күшті бір ортада жүрсің да. Ал ораза бітті, басқа ортаға кірдің мысалға. Сол кезде сен сол күйің қалса, онда сен ана амалыңның пайда бергені да. Әйтпесе сен бір ай ашығып, оның жақсылығын көрмеген боласың да. Ол сауабын аласың, оразаңды ұстайсың, бірақ соң оразаның ар жағында мақсаты орындалмай жатады да. Қоғам өзгеріп жатыр ма жалпы? Осы Рамазан айына былтырға қарағанда биыл қандай өзгерістер байқап жатсыз осы Рамазан айында? Жылдан жылға Рамазанға деген адамдардың дайындықтары жақсы. Мысалға, бұрынғы уақыттарда тек мешітте ғана дайындықты байқайтынбыз біз. Мешітте жаңағы Рамазан құтты болсын деген баннерлер іліп, немесе тағысын тағы басқа дайындықтар жасап жатады ғой. Қазір әр үйлерде андай неше түрлі жаңағы қабырғаға ілетін бар ғой, безендіретін жаңағы үйді. Жаңа жылда біз мысалға дождик іліп баяғыда неше түрлі жасайтын еді ғой. Сондай сияқты, Рамадан Карим деген жазулар іліп, мысалға сондай бір шамның суреті бар нелер жабыстырып, бір-біріне сондай бокс сыйлықтар дайындап, былай қарасаңыз Рамазанның несі келе жатқаны сезілуі халықтың арасында ол байқалады. Әсіресе жастарда. Енді үлкендер көбіне бір-біріне құттықтап қояды ғой. Жастар жаңағыдай қылып, бір алдын ала бір өздері ұйымдасып, бір кештер өткізіп, бір отырыстар жасап, бір-біріне жаңа сыйлықтар беріп, Рамазан келмей жатып. Соны мен байқадым. Енді қазір интернет бәріміздің үйімізде не болып жатқанын әшейін көрсетіп жатыр ғой. Қазір мына сториспен деген кім кухнясында не болып жатыр, кім қандай тамақ істеп жатыр, кім жаңағы бүгін қайда барды, қайдан келді, бәрін көріп отырмыз ғой. Сол жерден байқағаным, халықтың сол Рамазанға, оразаға дайындалуы, соны оразаны қуанышпен қарсы алуы жылдан жылға жақсы бір күшейіп келе жатыр енді. Сосын қазір дау болып жатыр ғой, оқушылардың ораза ұстауы. Бұл қоғам неге жақсартпай жатыр? Жақсартып жатыр. Бұрын қандай еді? Мысалға, осыдан біз неше жыл бұрын мектеп бітірдік. Біз 2009-да мектеп бітірдік. Біздің алдымыздағыларда, сол біз оқып жатқан кездегілерде не істейді? Көше төбелес ғой. Көше төбелес, қолдан неше түрлі ататын бәлелерді істеп, бір-бірін ату, бір-бірін пышақтау. Сонда бір қалада тұрады, бір ауылда тұрады, бір мектепте оқиды, немесе мектеп бөліп алады. Жолдың арғы бет бергі беті. Негізі пойыз жолды басқа айналып өтетін қол көрмейді ме ауылдан ше? Енді сыр ел енді бір жерстің бойында орналасқан Жетеудан. Пойыз жолы бар ауылдың бәрі арғы бет бергі бет бөлініп алады ғой. Сол сияқты төбелестер, нелер, мысалы неше түрлі клей иіскеу, бәлематар көп еді ғой, неше түрлі зиян, не бар соның бәрін көрді да балдар. Қазір ораза ұстады деп ренжіп жатырмыз да. Тым жақсы, оразасын ұстап жүрген жақсы емес па? Ертең сол төбелесіп біреудің баласын бір өлтіріп қойған жақсы ма? Әлде жоқ, ораза ұстап, кішкене жарайды, сабақ әлсіреп қалар. Мойындайын. Қазір Фейсбукта жазып жатыр ғой,
ол ұйқысы қанбайды, сәресіге тұрады, сосын ол память азаяды, бүйтеді сөйтеді. сабақта қарны Сабақ- ашады, зейіні Иә, қоймайды. сабақ нашарлайды, жарайды, бір ай нашарласын сабақ. Зато оның мына қарны ашқанымен рухы тояды да, оның рухы ашпайды. Ол мейірімді болады ол бала. Ол андай жауыз қатыгез болмайды. Мектеп бітірмей жатып бір-бірін өлтіріп тастап деген не масқара ол мысалға да. Өзімізде талай болды ғой сол біз оқып жатқан кезде. Ана бәленшені өлтіріпті, мынаны түгендеп. Мектеп жасындағы жасөспірімдер арасында қылмыс деген қазір масқара ғой. Енді сол жақсы ма, әлде жоқ балдардың ораза ұстап кішкене бір ай сабағын нашарлаған жақсы ма да, мысалы ойланып қарасақ та. Жарайды дегеннің өзінде. Бұл да үлкен жақсылықтың белгісі. Балалар ораза ұстап жатыр, ұстай берсін. Ол әркімнің өзінің ата-анасы бар, баласына қарап отыр. Ол аштан өзегі талып құлап қалып жаңағы басы айналып жатса, ол ата-анасы бар ғой. Жетім бала емес. Қарайды ғой, айналасында адамдар бар, мектеп бар. Сондықтан өйтіп дабыл қаққаннан көрі басқа жаңағы бәрі жаппай мынау электрон темекіні шегіп кетті. Бәрі жаппай жаңағы топтық төбелеске қатысып кетті. Бәрі жаппай бүйтіп кетті деп дабыл қағайық. Бірақ жылына бір келетін оразаға дағдыланып жатқан, оны қорқатын нәрсе емес. Одан исламофоб сондай бір исламға қарсы топтар қорқатын шығар. Бірақ біз қазақ ретінде, мұсылман ретінде одан қорқудың қажеті жоқ, қайта қуану керек. Жалпы жастарымыз неше жастан бастап ораза ұстау міндеті енді балиғат жасына толғаннан бастап қой. Ол 13 жаста толуы мүмкін, біреу 15 жаста толуы мүмкін. Ол әркімнің жаңағы жағдайына қарай, ол организмнің қалыптасу дамуына қарай парыз етіледі. Ал енді мектепті 18-де бітіреді, 17-де бітіреді. Ол бәрібір жоғары кластарда парыз болады, ол қалай болғанда да. Ораза оның сабағына кедергі емес. Ол сабақ тастап бір жерге барып келуге міндетті емес. Ол аузын тияды, болды ғой. Сабағын оқи береді. Қайта керісінше, егер шын зерттеп қарайтын болса, ол аштықтың адамның жаңағы несінің памятінің жақсы жұмыс істеуіне пайдасы көп оның. Енді аштықтан көп, енді бабаларымыздан еститініміз ғой, енді аштықтан ешкім өлген жоқ дейді ғой. Иә, наоборот, ауру астан дейді, жаңағы тамақтан адам өледі. Ысырап қой, ысырапшылыққа. Бұның енді алып келетін өзінің зияндары өте көп қой. Деген бұл жерде жаңа мен айта кетейін деген нәрсе. Жас балдар ораза ұстағаннан кейін бала өзіне не зиян не пайда екенін білмейді ғой. Тек үйінде ораза ұстайтын баласы бар ата-анаға беретін кеңесіміз, ана баланы ұйқысын қадағалап, тамағын дұрыстап сәресінде ауызашарында беріп, сосын ораза екен деп оны құр босқа қаңғымай, жаңағы үйде көбірек отырып, арасында сабақтан келгеннен кейін уақыттарында, күндізгі уақытта бір тынығып ұйықтап алуын қамтамасыз етсе, чтобы артынан оны сөз келмейтін дейді. Мына балаң ораза ұстаймын деп сабағы нашарлап кетті деген сөз келтіріп, оның ар жағында оразаға, оның ар жағында дінге кір келтірмей, ана баланы кішкене бір ай бойы қамқорлық танытса деген кеңес бар да енді. Осы уақытта да балаға көңіл бөліп қойса. Ол да сауап қой енді ораза ұстап жүрген адамға. Енді рахмет ұстаз, осылай ашылып сұхбат бергеніңізге. Енді біліммен бөлісуде бұл үлкен сауап қой, жаңа айтып жатқан. Енді өзіңізден аларымыз көп. Бұйырса сұхбаттарымыз көп болсын. Жақсылықта қауышайық. Құрметті Таным медиа арнасының тұрақты көрермендері, алдағы уақытта бұл сұхбатымыз бөлім-бөліммен шығатын болады, Алла қаласа. Сондықтан керемет сұрақтарыңыз болса, өздеріңізді мазалап жүрген сұрақтарыңыз болса, астына пікір қалдырсаңыздар болады. Таным өзіңізді тануға асығыңыз дегім келеді. Рахмет үлкен.